көзіміздің де бұлшық еті өстіп қысамыз. Басында жас уақытымызда көзімізді жұмған кезде кішкене ғана жұма саламыз, иә, кішкене ғана. А дальше уже бір кішкентай бір жел үрсе, шаң көтерілсе, иә, көшеде мен байқаймын өзімнің апаларымды, олар бүйтіп сразу қаттылап жұмады көздерін өстіп. Бұл да уже әдетке айналып кетеді. То есть қаттылап жұмып, уже бұл мышцы да, круговой мышцы да уже қысқара береді күннен күнге, жылдан жылға. Дәл солай осы еріннің дөңгелек бұлшық еттері де өстіп, мысалға деген біз ернімізді бір нәрсе үрлеген кезде, өстіп қысамыз ернімізді. Деген кезде, деп, деп, то есть ернімізді бір нәрсе үрлеген кезде, сүйген кезде, мына ерін бұлшық еттен өстіп қысамыз. Потом қайтып босатамыз, потом қайтып қысамыз, қайтып босатамыз. Және де бұл да әдетке айналып, өстіп күннен күнге өстіп қысқара береді бұлшық еттеріміз ерніміздің. Және де ерніміз солып қалғандай болады, кішірейіп қалғандай болады. Және де 80-90-ға келген кезде уже ерніміз мүлдем жоқ болады. Себебі уже ішке кіріп кеткен да, уже бұлшық еттер деген тартылып қалған.